Қайырлы күн, қазақ елі. Еліміздегі даулы мәселелердің бірі зейнетақы жасы. Парламент мәжілісінің депутаты Ирина Смирнова ел тұрғындарының зейнет жасына жетпей, өмірден озып жатқанын айтып дабыл қақты. Біздің партия әу баста зейнетке шығу жасының көтерілуіне қарсы болған. Бұл реформа ұсынылғанда еңбек және әлеуметтік қолдау министрлігі бұл жас дамыған батыс елдерінде белгіленген деген ұстаным айтты. Алайда біз өзімізді олармен өмір сүру деңгейі бойынша салыстыра алмаймыз. Жайлылық бойынша бізде су жоқ, көптеген елді мекендерде баспана жоқ, әлеуметтік сақтандыру жоқ, деді ол. Оның сөзінше, қазақстандықтар 63-65 жаста зейнетке шығатындай ондай ұзақ өмір сүрмейді. Біз бұл жасқа жетпей бақилық болып кетіп жатырмыз. Сондықтан біз зейнет жасын төмендету керек деген позицияны ұстанып отырмыз. Зейнетке шығу жасы төмендеуі керек. Еліміздің халқының 52% әйелдер, жас, кәрі, орта жастағы. 55-58 жастан кейін жұмыс істей алмай қаласың. Адамдар шаршаған, жұмыстар табылмайды. Сондықтан бұл бастама дұрыс. Мемлекет 63 жастан ерте зейнетке шыққысы келетіндерге рұқсат беру керек, деді ол.